Қайырлы күн тұтынушы, егер де осы видеоны сізге жіберсек, сіз нарық үшін, яғни рынок үшін арзан бағада диван заказ бергенсіз. Және сол диванның поролоны жайлы қазір видео түсіріп жатырмыз, тамашалаңыз. Сіздің заказ берген диванда сиденьеде мынадай 4 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон болады. Міне қарасаңыз, басқан кезде бұл мыжылып қалады. Адам отырған кезде диванның астындағы ағаш сезінетін болады. Және қарасаңыз, мына диванда 1 сантиметрлік поролон арқасына қолданылған. Бұл нені білдіреді? Адам осылай арқамен бүйтіп төсеніп жатқан кезде поролонды емес ағаш сезінетін болады. Ендігі осы диванның екінші бөлігі жайлы видеоны көрсетейік сіздерге. Мынау механизм ашылып, диванның екінші бөлігі шығатын. Соның бетінде мынада 2 сантиметр поролон болады. Міне бүйтіп басып қарасақ, ағашқа тиіп тұр бұл поролон. Бұл нені білдіреді? Адам жатқанда, отырғанда осы ағаш толықтай сезінетін болады. Егер де осындай поролон сапасыз диванды алғыңыз келмесе, біздің сізге ұсынысымыз бар. 35 мың теңге доплата төлеу арқылы осы диванның күшейтілген моделін ала аласыздар. Бұндағы ерекшелік бізде, көріп тұрсыздар, 7 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон қойылған. Осы поролонды басқанда, ол диванның астындағы ағашқа тимейді. Адам отырған кезде жұмсақтық сезінетін болады. Ыңғайлы. Енді бұл диванның арқасын көрсек. Арқасын қарасаңыз, 2 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон қойылған. Адам жатқанда арқасымен жұмсақ болып тұрады. Осы диванның енді екінші бөлігін көрсек. Ішкі сиденьесіне келетін болсақ, шығатын диванның ішінен. Мынандай 5 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон қолданылады. Көріп тұрсыз, мен басып жатырмын. Оңайлықпен басыла қоймайды. Отырғанда, жатқанда адамға жұмсақ. Ендігі осы 35 мың теңге доплатаны сіз 12 айға бөліп аласыз рассрочкаға бізден. Айына 2900 теңгеден шығады. Сіздерге сапалы диван алуға кеңес беремін. Алдарыңызда сіз заказ берген 4 сантиметрлі поролонды диванның обзоры. Көрейік. Диванға отырған кезде диванның каркасының ағаш сезілуді таптастай. Не себепті екенін көрсейін енді. Себебі бұнда 4 сантиметрлі поролон қолданылған. Енді диванның ішкі сиденьесін көрсейін. Ішкі сиденьесі тіпті тастай. Себебі бұнда көрсетейік 2 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон қолданылған. Мына ағашты толықтай сезесіз. Ендігі бұл диванның күшейтілген түрін көрсетейік. 7 сантиметрлік поролонды диван. Бұған отырған кезде жұмсақ. Поролонның қалың екені сезіліп тұр. Қолмен басқанның өзінде міне көрінуде. Енді бұны сызғышпен дәлелдеп көрсетейік. Тайып кетіп жатыр сызғышымыз. Енді қарасаңыз 7 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон. Енді ішкі сиденьесін көрсетейік диванның. Диванның ішкі сиденьесіне отырғанда жұмсағырақ, орташа жұмсақтықта деп айтар едім. Себебін көрсетейік. Себебі мынадай 5 сантиметрлік қалыңдықтағы поролон қолданылған. Сіздердің назарларыңызға рахмет. Сапалы диван алуға кеңес беремін.